сәлеметсіздер ме? Әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қара шаңырақ Дулат Исабеков ағамыздың керемет шығармаларының бірі. Шөмішбай қарт орнынан тұрып, дәретін алды. Намазын оқып болып, үйден Қозыкөш жердегі қауындыққа беттеді. Шелектей ақ торламалар мәнтінінен үзіліп, арық ішінде домаланып жатыр екен. 5-6 баспалдыны ит жеп, жегенімен қоймай, пәйкелді шошқа аунағандай майқамдап тастапты. Қарт күйіп кетті. Ит жесін деп еккен екен ғой бұларды. Қап шошқаның етай. Ана сүмелек есіркепке мылтық әкеп бер деп Құдайдың зарын қылғаным қашан. Мәкіл көке деп кетіп еді, мылтық әкелмек түгілі қарасында көрсетпеді ғой, обалдағай. Ол майқамдалған пәлектерді жөндеп, ит жеп кеткен қауындарды анадайда ағып жатқан арыққа лақтырды. Домаланған ақ торламаларды бір жерге үйіп болып, қыр басынан қылтиып көрінген күнге қарап, белбеуінің ұшымен бетінің терін сүртті. Тері басылып, денесі салқындаған соң, құлақ арықтағы сылдырап ағып жатқан мөп-мөлдір мұздай сумен бетін жуды. Сонан кейін қауындық басына кеше кешкілік арқандап кеткен көк есекке тоқым салып, айылын тартты да, қауын тола 2 қапты қоржын етіп артып, иесінің тым ерте әбігерге салғанына наразылық білдіргендей басын төмен салбыратып, әлі самарқау тұрған есекті «Ыха, арам қатқыр» деп су арқанның ұшымен тартып жіберді. Иесінің әлденеге ашулы екенін біле қалған әккесек бірден сергіп, тыйпыңдаған жорғасын басып, үйренген жолдың шаңын будақтата үйге тартты. Есік алдындағы үлкен шәй астында 3-4 немересі пырылдай ұйықтап жатыр. Кең төсекте аунай-аунай, әрқайсысы әр тұсқа шашылып қапты. Анау басы төсектің аяқ жағына қарап қалғаны үлкен баласы Жарылқаптың ортаншылы, ал мысықты құшақтап ұйықтап жатқаны Мүсіркептің кенже қызы. Ал бергі шетте жастығын аяғына жастап жатқаны ордабасыдағы жиен қыз. Үлкені 6-да, ең кішісі 2-де. Бұлардың арасында арыстағы Есіркептің ғана баласы жоқ. Көктемде барып, кішкентайларын алып қайтпақ болғанда, баласы: «Әлі тым жас қой көке, сәл буыны қатайсын. Сонан соң өзім апарып тастаймын» деп күмілжіген. Келінде пәленде ниет білдіре қоймады. Шөмішбай қарт ызаға булығып, күйіп қайтты. «Ойбай-ау, бұ жамандарға бала не керек? Өздерінің жүріс анау, аттың жемін жеп, тайдың тірлігін істейді. Күні бойы екеуі 2 жақта. Сөйтіп жүріп, балаларын қимайтынын қайтерсің? Өй жамандар, күшіктер, кеше ғана еді ғой мұрындарының тиылғаны. Бүгін кеп бала керек боп қапты. Енді міне, осындағы 3 немересін көңілге тоқ санамай, 2 пұт ұн мен 2 қап қауынды есек арбасына тиеп ап, Шөмішбай қарт арыстағы Есіркептің үйіне күн бақан бойы көтеріле бергенде шу деп жүріп кетті. Ауық-ауық ықы деп қойып, арба үстінде үнсіз келеді. Осы иттер әке-шешеміз бар-ау деп ойламайды ғой деймін. Әйтпесе қалайсыңдар деп сүт пісірімге келіп кетсе қайтеді шіркіндер. 1-2 қадақ қанты мен үнді шайларының, тіпті мылтықтарының да керек жоқ жүді. Өздері көрініп кетсе нетеді? Қауын қарбыздың саз боп пісіп ит жеп, ит жегеннен қалғаны шіріп жатса анау. Осылар келеді, осылар жейді, осылар рахатын көреді деп көктемнің көк өзегінде бүгілген белді бір жазбай, ертеден қара кешке дейін төккен терімнің бекер болғаны ма? Келеді деп күткенде тосамыз, дарбазаны жел сықырлатса сендердің біреулерің екен деп елең ете түсеміз. Әрқайсысы әр жақта. Сонда жұрттан асып, ел сұрап бара жатқандары да шамалы. Бірі Шымкентте, бірдеңе деген зауытта, бірі Сайрамда, қыз болса Ордабасыда, ал Есіркеп Арыста. Әй, осы Есіркеп адам болса,
әупірім тәңіріммен әрең адам болды-ау. 5 жеріне оқып 10 класс бітіремін деп жүріс анау. Ол иттің күшігіне оқы деп құдайдың зарын қылып ем, тыңдамады. Теңкүмге түсем деп қағаздарын алып Шымкент тақиясына тар келгендей алматасып кетті. Ожақ мұны қайтсін, әйда жөндеп оқып кел деп қайтарды да жіберді. Көнкөріс тиме, бірдеңесінен өте алмадым деп жуып шаяды тағы да. Енді әне 2-3 жыл селтеңдеп жүріп, ауылда 4 дөңгелек құрып қалғандай арыста мәшине айдап жүр. Үлгере алмай қалатындай үйленіп алғанын қайтерсің әжені. Енді кеп келін екеуі қабаттасып 10 класс тауыспақ. Күндіз дарымаған оқу, түнде дариды деп жүрме екен түге. Ал ана қаршадай баланың тірі жетім боп жүрісі анау, әрбір қолы бос кемпірдің босағасын сағалап. Алла, өстіп те бала өсірмек пе олар? Алып кетем десең қимайды тағы. Ойбай нақұрыстар-ау, 8 ай толмаған баланың қарны ашпай ма? Жаялығы былғанбай ма? Жылай ішегі қатпай ма? Қанша айтқанмен біреудің аты біреу ғой. Өздерінің қайтып өскендерін ойласа қайтеді, осы күй аспаннан салбырап түсе қалдық деп жүрмекен. Арысқа түс ауа жетті, күн жексенбеді. Балалары үйде екен. Есік алдына тоқтаған арбаны көріп, есіркеп майкасымен далаға жүгіре шықты. Зеркүл, көкем келді, көкем деп айғайлап жіберді де әкесін құшақтай алды. Аулақ деп Шөмішбай баласының қолын сілкіп тастады. Немене жас бала құсап? Әлі есің кірмеген бе? Көке-ау, не болды? Не болғанын қайтесің? Сендер жатыңдар қаннан қаперсіз. Мен жүрейін шілденің күнінде шырылдап. Бар анау арбаны шығарып, есекті көлеңкеге байлады, үстіндегілерін түсіріп ал. Есіркеп тілге келмей, лып беріп далаға шығып кетті. Әкесінің ашулы екенін түсіне қойды. Осы кезде іштен келіні де шығып, атасының жүзіне қарай алмай, күлімсіреп, ұяла сәлем берді. Бәрекелді, өмірлі бол балам, ана немерелерің қайда? Үйде, ұйықтап жатыр. Бесікте ме, жерде ме? Жоқ, деді келіні күлімсіреп. Бесік қайдан болсын? Дельский кроват сатып алғанбыз, сонда жатыр. Бесік неге алмайсыңдар, а? Келіні сөз таппағандай мүдіріп қалды да, ата үйге кірсеңізші деді. Кірем. Енді даладан қайтады ғой деп пе едіңдер? Шөмішбай қарт етігін дәлізге шешіп тастап, есіркептің жеңіл тапочкасын аяғына сұға салды да ішке енді. Төрдегі салулы көрпеге жантая бергенде есіркеп те кіріп келді. Көке, сіз демала беріңіз, біз тамақ дайындап жіберейік. Қазан аяқта сенің жұмысың қанша? Отыр шошаңдамай былай. Әңгіме айтпай ма екен адам деген. Есіркеп болмас дегендей бір күлімсіреп әкесінің қасына отырды. Еттерің бар ма үйде? Әлде ас қатықсыз отырсыңдар ма? Бар ғой. Зеркүлдің танысы ет комбинатта істейді екен. Содан аптырамыз. Эхе, деді әкесі мырс етіп. Сөйтеміз де, жөн. Үшеуіңе деп бір тоқты байлап отыр едім. Өйтіп әбіржіп қайтесіз деп баласы әкесінің сөзін бөліп жіберді. Онан да екеуіңізге жарата беріңіздер. Біз өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. Өй, кеше, деді ішінен Шөмішбай. Кеше болмасаң осылай дермедің. Өз күнімізді өзіміз көреміз ғой. Мен сонда кім үшін тырбанып жүрмін? Жинаған дүниенің рахатын сендер көрмесеңдер, о дүниеге өзімен бірге ала кетемін бе? Мына малғұнның сөзін қарашы, бұл өй әжені. Көсіліп жатсаң, сирағың сыртқа шығатын құрқылтайдың ұясындай тамда отырып, өз күндерін өздері көргіш ақ, қартайғанда оқып, ояз боламын деп жүрмекен, одан да жұрт қатарлы баспана салып алмай ма түге? Ауылдағы жесір кемпірдің тұңғышбай тентегі құрлы жоқ па? Ертең күн суытса, ана баланы ауыртып өлтіреді бұлар, айтпады деме. Бірақ бұл немерелер жаз өтіп қыс келерін ойлады дейсің бе? Әләуләйіммен жүре береміз деп отыр ғой өстіп. Қыста қайтесіңдер? Осы тамда отыра бермексіңдер ме? Білмеймін. Біздің директор 2 бөлмелі үй салып беремін деп жүр ғой. Ал ана баланы қайтпексіңдер? Өстіп көрінген үйге тастап кете бермексіңдер ме? Жоға, келесі жетіде
балабақшаға орналастырамыз. Не дейді? Шөмішбайдың қолынан кесе түсіп кетті. Үшеуі де үнсіз. Дастархан үстіне төгілген күрең шай сай-сайды қуалай ағып, төменде отырған Есіркептің алдындағы бір үзім нанға жетті де үйіріліп тоқтады. Маналы-бері дастарханды торуылдап жүрген 3-4 қара шыбынның бірі Шөмішбайдың алдындағы төгілген шайға тұмсығын тигізіп сәл кідірді де ат құмырсқадай жорғалап саусағына өрмеледі. Одан да көңілі толмаған соң бір ұшы тістелген қантқа қонып, іздегенін енді тапқандай қадала қалды. Әлгі бір әңгіме кезінде мүлде естілмеген кішкене ақсамаурынның күжілі күшейе түсіпті. Шөмішбай қарт орнынан тұрып, аспан айналып жерге түссе де тастамайтын тері сіңген күпәйкісін киді. Қалтасынан шақшасын алып, көк Насбайдың бір шымшымын тілінің астына ызалана тастап жіберді де ауызғы үйге шықты. Терісіне сыймай барады. Әкесінің шынымен кетуге жиналғанын сезген Есіркеп қалбалақтай шығып, оны тоқтатпақ ниетпен көке деп жасқана үн қатып көріп еді. Өшір үніңді деп Шөмекең ақырып қалды. Есіркеп әкесін тоқтатар ешқандай күш жоқ екенін білді. Ұзақ жолдан шаршап келіп, көлеңкеге жеттім бе, жетпедім бе деп құлағын салбыратып, енді ғана мүлги бастаған көк есек иесінің «Харам қатқыр» деген оқыс үнінен елең етіп, басын көтеріп алды. Денесін балбыратқан рахат бір тыныштық лезде ғайып болып, қас пен көздің арасында басына ноқта, мойнына қамыт түсіп, келесі бір сәтте өзіне әбден таныс болған, өзін әбден ығыр етіп, сықын шығарған шиқылдақ арбаны ыстық күнде еріне сүйретіп, қала сыртына қарай қиыршық жолмен аяңдап бара жатты. Үйге екінде жетті. Дарбазаны ашып ішке кіре бергенде 3 немересі мен кемпір алдынан жүгіре шықты. «Әй, тез қайтыпсың ғой, шалау. Күн салқындағанда шықсаң қайтетін еді. Ана бала ыстықтан өлімші болды ғой. Жоғалармен ербеңдемей, балажанын қарай көр мұның. Бірдеңенің салқыны тиген бе өзіңе? Тоқтат арбаңды. Баланы қаппен жауып қойған бе? Мынау». Кемпір арба үстіндегі қапшықтарды қолымен басып қалғанда, есегіне де бала шыққанымен желінбей қайтып келген бір бау жоңышқаны ұстай алып, ыршып түсті. «Көтек, мынаусы несі, Құдай-ау? Қуатжан қайда? Қуатжан жан деп қапты ғой маған барып. Қайда болушы еді, қалды сонда. Сені мен адам деп жүр дейсің бе олар? Самаурыныңа от сал, таңдайым кеуіп келді. Ата маған палавоз әкелдің бе?» деді үлкен ұлының баласы мұрнын тартып қойып. «Қайдағы паровоз саған? Өзім паровоз боп әрең жеттім. Сүрт ана мұрныңды, өй әкесі оңбағанын шық неме». Шөмішбайдың ашулы екенін біліп, кемпірі де, немерелері де жым болды. «Шіркіндер-ай, шынымен бермей қалғандары ма балаларын?» деді Салиха іштей, самаурынға от жағып жүріп. Әлде мына шал үйтпейсіңдер, бүйтпейсіңдер деп таптай берген соң келін бірдеңе деп қалды ма екен? Есіркепжанның бөтен мінезі жоқ сияқты еді. Қарғадай баланы анда-мұнда сүйрелеп жүріп, ауруға шалдықтырды-ау. Үйбай жамандар-ай, өздері келмек түгілі бір жапырақ жаман немерелеріне зар қылды-ау. Салиханың көзіне жас мөлтілдеп шыға келді де, онысын байқатпауға тырысып, онсыз да жанып келе жатқан самаурынды үргілей берді. Олар шай үстінде де тырс етіп сөйлескен жоқ. Күн батып, саңы сөне бастағанда бәрі төсек салып жатып қалды. Күндегідей далаға емес, үйге жатты. Кемпірі де, шалы да ұйқысыз. «Балалар ұйықтап қалды ма?» деді әлден соң Шөмішбай. «Иә, иттің күшіктерін ертең үйіне апарып тастаймын, барсын. Керегі болса не қыл деген екенсің солардың. Отырайық сонсын қу бас боп. Қарай көр бұларды әжені, мұрнының боғын сүрте алмай жүріп. Не болды, шалау, айтсаңшы жөндеп. Саған бірдеңе деді ме олар?» деді. «Демесе жекен саяқтың салқыны дейді дейсің бе? Өз күнімізді өзіміз көреміз дейді. Бірдеңе деген жерден ет алып тұратын көрінеді. Ол аз болса,
Қуатты балабақшаға тапсырғалы жатыр. Әні, енді сен екеуміздің оларға керегіміз жоқ. Атам өлсе қойылар, атан өлсе сойылар. Көңілі түссе келіп, көңілі түспесе, жылына есігіңнен бір сығаламай жүре береді сөйтіп. О, тоба, бәрі бет-бетімен. Жас болса кеп қалды, ауырмаймыз ба, сырқамаймыз ба? Сайтан емеспіз ғой түге. Осы екеуі қалай деп өздері хабар алуды да білмейді. Әсіресе мына есіркеп біздің өліп қалғанымызды бір-ақ естеді. Бүгінгі қылығы мынау. Ойбай ақмақ-ау, балабақшадан кем болғанымыз ба сонда? Түнеу күні барғанымда балабақшада бала таза болады. Уақытылы ұйықтап, уақытылы тамақ жеді деп ыржыңдап отыр еді. Бұл иттің сонысы ойыны екен десем, шыны екен ғой. Ал екеуінің отбасының қызығын көрмей жүрістері әлгі. Мұрындарына май құйсаң да адам болмас. Қойшы қайдағыны айтпай. Жылама, неменесіне жылайсың? Қой деп араға түсіп, соларды бетімен жіберген өзіңнен көр. Келін жұмсайым, аяғымды жілі суға мәлеп отырамын деушең. Отыр енді қарық боп. Қайт дейсің енді. Мейлі де, мына немерелер өскен соң болмаса, атаңның басы, әкелері көрсетпеген жақсылықты осылар көрсетеді деп отырсың ба? Кетеді ертең-ақ тұс-тұсқа, шеуа деп тұрсың соң. Әтештер шақыра бастады. Шөмішбайдың есіне қауыны түсті. Ит жеп жатыр-ау, мейлі ит жемесе шошқа жесін. Аударылып түсіп теріс қарап жатты. Кемпірінің иығы бүлк-бүлк етеді. Қой деп секіген жоқ. Қой дегенмен бәрібір қоймайды. Бір кезде сырттан машина дүр еткендей болды. Екеуі де демдерін ішіне тартып тына қалды. Дүріл бұрынғысынан да күшейіп, ышқынып барып басылды да есігінің сарт етіп жабылған естілді. Біреу келді ғой деймін, деді Салиха басын көтеріп. Сөйтті-ау деймін. Аузы жиғанша болған жоқ, терезенің тықылдаған естілді. Көке жатып қалғансыңдар ма? О, даусыңнан айналдым сенің, саңқ ете түскен есіркеп жан ғой мынау. Салиха әжей құстай ұшып барып есікті ашты да баласының мойнын құшақтай кетіп шаң-шаң бетінен алма-кезек сүйе берді. Күнім-ау, түнделетіп қайдан жүрсің? Шешінші, шаршап келген шығарсың. Азып кетіпсің ғой жарығым-ау, денің сау ма әйтеуір? Сау, апа, аздап шаршағандық шығар. Іштен кебісін сүйретіп, әкесі шықты. 7 түнде жау қуды ма? Не боп қалды? Жәй, бағана сіз мылтықты алуды ұмытып кетіпсіз. Соны әкеп берейін деп, оқ-дәрісін де ап қойып ем. Оны қайтпекпін. Қай малымды қасқыр шауып жатыр. Атпасаңыз үйде тұрар. Қос ауыз, қазір әкелейін. Есіркеп сыртқа шығып кетті де, кабинадан мылтықты алып қайта келді. Міне, су жаңа. Мақта тығып қойсаңыз, ұңғысының ішін тот баспайды. Есіркеп қоғауызды төрге апарып іліп қойды. Ал мен қайтайын енді. Азанда ерте тұрып, Байырқұмға жүремін. Құлыным-ау, тым болмаса бір күн жатып кетсеңші. Тірлік деген бітеді дейсің бе? Әдіре қалғыр. Болмайды апа, өкіметтің жұмысы ғой, ұят болады. Міне, өстеді бұлар. Бүйтіп келгенше келмей-ақ қойсаңдар етті. Не тойған емес, не қойған емес. Бағана бір кемпір қауын әкеп қойып ем, соны өз қолыңмен жарып жеп кетші. Одан да ала кетейін апа, мен арысқа жеткенше таңсыз беріп те қалар. Тағы келемін ғой. Бүрсігүні осы колхозға жәрдемшілер әкелемін. Сонда бір күн жатып, пәйкел аралап, қалаған қауынымды өзім алып жеймін. Нұраш-тұраш әппақтар ұйықтап жатыр екен ғой. Ояна қоймайды-ау бұзықтар. Есіркеп монтүйып ұйықтап жатқан үшеуінің бетінен кезек-кезек сүйді. Ойбай жаман, деді ішінен Шөмішбай. Саған бауыр не керек екен десеңші. Есіркеп соңынан әке-шешесін тісілтіп, кемпір қауынды қолтықтап сыртқа шықты. Сабырлы қалпынан тая қоймаған Шөмішбай галошын сүйретіп, босағаны соң аттады. Есіркеп машинасына отырып болған соң, қуатты бүрсігүні келгенімде ала келем, деді екеуіне бірдей қарап. Мүмкін Зеркүл бірге келіп, 2-3 күн жатып кетер. Не қылдыйды?
қуатжанды ме? деді екеуі де қосарланып. Иә. Кабинаның есігі сарт етіп жабылып, машина орнынан қозғала берді. Мынау жынды ме? Не деп кетті өзі? Құлыным-ау, күн ыстықта шықпаңдар, күн ыстықта. Кешкі салқынмен шығыңдар деп айғайлады Салиха. Мақұл апа, мақұл. Екеуі қақпа аузында машинаның қызыл жарығы көрінбей кеткенше қарап тұрды. Күнім-ай, әншейін бір кесе айранда ішпеді-ау. Сен шал бүлдіріп келгенсің ғой, баланы түн ішінде әбігерге салып. Ертең-ертемен сонау Байырқұмға жүреді екен тағы. Құдай, өзің жар бола гөр әйтеуір. Жол-жөнекей бірдеңе ұрынып қалмаса жарар еді. Өшір үніңді, деді Шөмішбай үйге қарай қозғала беріп. Жақсы сөз жарым ырыс. Сұңқылдап қайдаған айтып тұрғанын қарашы. Одан да ана бесікті дайындап қой. Келіп қалған кезде шала бүлінбексің бе тағы? Иә, сөйтейін. Сәлден соң таңдатады. Бүгінгі ұйқы бәрібір ұйқы болмас. Сол түнді екеуі де ұйқысыз өткізді. Назарларыңызға үлкен рахмет.